Пайғамбар алейхиссалам айтқан екен хадисінде, адамдардың бойында мынандай 3 сипат болады деп айтқан екен. Адамның бойында қызғаншақтық, яғни көре алмаушылық, жаман ойлау және жаңағыдай балгерлікпен айналысу. Отыра қалып бірдеңені баламалап, жорамалдап айта салу деп айтқан. Кейін сахабалар, я Расулалла, осы 3 сипаттан арылу жолын айтыңызшы деген кезде, Пайғамбар алейхиссалам айтады, көре алмаушылық бойларыңды бойлаған кезде, сол кезде Алладан кешірім сұраңыздар дейді. Міне, Пайғамбар бізге үйретіп жатыр. Демек, бұл адамның бойында бар сипат екен. Яғни көре алмаушылық деген демек адамдарда болады екен. Оны жоғалтып жіберіп алмайды екен, бірақ онымен күресу жолын үйретті Пайғамбар алейхиссалам дейді. Сол кезеңде көре алмаушылық бойлаған кезде Алладан кешірім сұраңыздар деді. Я Раббы, мені кешір, сол бауырыма өзің сол бергеніңді артсыз бере бер, соның жолын бізге де нәсіп ет деген мағынада Алладан кешірім сұрап дұға жасап жүру керек екен. Екіншісі, жаман ойлау, ой келген кезде ол ойды дамытпаңыздар деді Пайғамбар алейхиссалам. Адамға жаман ойлаған кезде оны отырып алып дамыта берсе, оның айтпасы да белгілі, оның соңы немен аяқталатындығы. Бәлкім оны сол әуел баста тоқтатпастау керек, ондай ойды дамытпаңдар деді. Үшіншісі, мынау балгерлікпен бірдеңен жорамалдап айта салған мәселеде, енді айтқандарыңа ары қарай дайындалыңдар дейді Пайғамбар алейхиссалам. Яғни не айтқан болсаң, соған қарай дайындықпен қайтадан тәубаңа келіп, Алладан жақсылық сұраңдар деген мағынада дейді.